Қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Эфирға шықпағанымызға біраз уақыт болып қапты. Қазір бізде акция жүріп жатыр ғой, сол акция басталған кезде эфирға шығуға уақыт болмай кетеді. Өйткені мынау менде командадағы қаншама адам бар, солардың тіркейтін адамдары бар, заказ жасайтын адамдары бар. Мен солардың бәріне көрсетіп, үйретіп отырып уақыт өтіп кетеді. Одан кейін барып, қазіргі таңда мынау Full Tabs деген өнімі, біздің B-Apple компаниясының өте жақсы сұранысқа ие болып жатыр. Америкадан келіп, прямой өзіміздің осы интернет мәшинеге салатын өнім. Бензин экономдайды. Міне осымен ер адамдар қазіргі таңда өте жақсы айналысып жатыр. Мен де жолдасым қазіргі таңда осы өніммен бір айдай уақыт болды. Күшті жақсы айналысып келе жатыр. Өзіміздің Instagram парақшамызды аштық. Специально осы неге? Осы Full Tabs'қа бір видеомыз рекке шықты. Ол видео жолдасымның жұмысындағы бір жігіт алған ғой, енді бірнеше адам алды уже алып. Жеңіл көлігі бар ма, жүк көлігі бар ма, жаңасы бар ма, ескісі бар ма, соның барлығына қолданып, міне содан отзыв видеолар жіберіп жатыр. Сол отзыв видеолардың барлығын біз сол Instagram парақшамызға салып жатырмыз. Өткен жолы 2 видеомыз солай рекке шығып кеткен екен. Содан хабарласып жатқан кісілер көп, солардың бәріне жауап беріп, консультация береміз деп жүр. Міне біраз уақыт өтті. Сондықтан да үйлеріңізде ер адамдар болатын болса, жабысып қалды, осы өніммен айналысса болады. Міне бірінші өзі негізі үйде әйел адам ғой бастайтын. Бірінші бастапқыда осыдан 1 жыл бұрын мен келгем осы компанияға. Денсаулыққа келген болатынмын. Сөйтіп осы міне элефпен клеточный питаниемен айналыса бастадым. 1 жылдан аса уақыт өзіміз іштік, балаларым ішті, осы элефтің тәтті түрін, сосын күшті жаңағыдай результат алдық. Содан кейін барып бізде өзі 2 машине болған, біреу Mercedes, біреу Toyota. Соның бірінші Mercedes дұрыс жүрмеді, түтеп сөйте бастады. Сонымен жолдасым алып, осы Full Tabs'ты салып көрді. Сол Mercedesке салып көрді, жүрісі барлығы жақсарды. Бензин эконом болды. Екінші машинеге де салдық. Екінші машинеде бізде біраз уақыт есіктің алдында тұрып қалған, ол да түтеп тартпай тұратын, соған да салып көрді. Сонымен результатын көрді өзі, мынау деген күшті екен ғой деп. Ішінде 5-ақ таблетка болғанмен бұл бірталай уақытқа жетеді екен. Біз 2 машинеге де салып жүрдік қой, 4-тен 1 бөлігін саласыздар 25 литрға. Бензинді толықтай жандырады екен, сосын жаңағыдай выбростар қамайды. Моторы бәрі жақсы күшті жұмыс істейді екен. Содан анау жұмысындағылар сұрай бастаған. Ереке, не салып жүрсіз машинеге деп. Содан осы өнім салып жүрім деген. Сол осыны салып Мерседесіміз күшті жүріп кетті, кешегі жолы сатылып кетті. Сол екінші машинеміз сатылып кетті осының арқасында. Міне солай жұмысындағылар сұрай бастағаннан кейін біз уже көбірек заказ беріп ала бастадық. Соны аппарат жұмысқа осындай бір заказды алып барады, ішінде 10 пачка. Аппаратта міне бәрі талап алып кетеді. Екінші жолы тағы барады, енді мына өнімдер бізде кішкене кешігіп келді. Екінші жол тағы бар, тағы да міне осындай бір заказды апарды сатып жүрді. Мен сол кісілердің барлығы Чанганы бар, ішінде КамАЗы бар, басқасы бар. Мынау Алматы қала жарықта істейді жолдасым. Бүткіл Алматының бұл неге машинеге салатын эко өнім. Таблетка, 5 таблетка, соны 4-ке бөлесіздерді, 25 литрға 4-тен 1 бөлігін саластыр. Мәшинен тартуы жақсарады. 92-ші бензин 95 болады. Одан кейін барып анау қара түтін бұрқырамайды. Міне соны салды ғой сол жолдасым, жаңағы жұмысындағы жігіттердің барлығы салып жатыр қазіргі таңда. 8 районды қарайды, бүткіл Алматының жарығын қарайды. Қаншама мәшине бар, мыңдаған мәшине бар, водительдер бар. Міне солардың барлығы салып қолданып жатыр. Анау вышкалар бар, барлығы, солардың барлығы күшті отзыв айтып жатыр. Жұмыс істейді. Мынау шынымен де. Мына бір пачкасының бағасы 11 000 теңге. Ішінде 5 таблетка бар. 5 таблетка 500 литрға жетеді. 95 құйып жүрген болсаңыз, смело 92-ні құя берсеңіздер болады. 92-ні тура 95 секілді анау сөйтіп жүргізеді. Эффектісі сондай. Қазір мен көрсетейін Инстаграмнан. Тіркеліп алсаңыздар болады. Инстаграмда Full Tabs Қазақстан деген аккаунт, соған тіркеліп алсаңыздар, сол жұмысындағы Алматы қала жарық, АХЖ-дағы бүткіл водительдердің нелері бар, отзывтары бар. Одан кейін TikTokта Full Tabs Қазақстан тоже сол жолдасымның аккаунты, соған тіркеліп алсаңыздар болады. Вот сол жерде де қаншама адамдардың несі бар, нәтижесі бар. Қарасаңыздар болады. Енді бұны тек қана мәшинеге қолданып қоймай, табыс тапсаңыздар да болады.
Қазір мына жерден көрсетейін аккаунтын. Табыс табуға да болады бұл жерде. Аласыз 11.000 теңге компаниядан аласыз. Компаниядан оптым аласыздар. Осындай бір заказды ішінде 10 мынандай пачкасы болады. Соны аласыздар да өзіңіздің мәшинеңізге саласыз. Сәлем Алида, қалың қалай? Мәшинеңізге саласыз, заправкаға барасыз, бір видео түсіресіз, 1 минуттық. Сөйтесіз де міне осыны рекламировать ете бересіз. Статусыңызға салыңыз, мысалға, мен жолдасым эфирға шықпайды. Құр сол статусынан көріп келді барлығы. Жаңа осы өнімді алып жатқан адамдар, соны статустан көріп келді. Сөйтесіз де міне содан кейін барып предлагать ете бересіз. Сатылу бағасы 11.000 теңге. Біз бұны компаниядан мына бір заказды арзан тиімді бағада аласыздар. Тіркелуі тегін тіркеліп аласыздар $127. Міне осындай бір заказды аласыздар да өзіңіздің мәшинеңізге салыңыз. Солай оптым алып аласыздар да міне сол 11.000 теңгеден сатасыздар. 11.000-нан жоғары көтермейсіздер, түсірмейсіздер. Өйткені бізде мына жоғарыда тоже бізді қарайтын. Сәлематсыз ба Ғазиза, рахмет көп. Бізді қарайтын, бағаның барлығын регулировать етіп отыратын басшылық бар. Сол кісілер бағаны түсіріп, көтеріп сатып жатқан болсаңыздар, магазиндеріңізді терминировать етіп жүреді. Сондықтан да осы бір бағаны ұстаймыз. Сондықтан да алып осымен айналыссаңыздар болады. Мынау ер адамдарға таптырмайтын осы қазіргі таңда мына өнім сұранысқа ие. Бізде Қазақстанда әлі көпшілігі біле бермейді екен. Бұл мынау мәшинеге салатын, бензинді экономдайтын, катализаторды таза ұстайтын, сондай мәшинеге салатын өнім, эко-продукция. Бұның құрамында ферруцин жоқ. Сондықтан да бұл безопасно 4-тен 1 бөлігін аласыздар да 25 литрға сала бересіздер. Мынау бір пачка 500 литрға жетеді. Сосын қайта бензин құя бермейсіздер уже. Бензин кәдімгідей эконом болады. Так, шықпай жатыр. Вот осыны ішінде 10 мынандай пачка болады. Міне кеше ғана келді. Осыны 11.000-нан сатасыздар. Сол кезде бір заказдың үстінен 40.000 теңге қалады. Так. Ешкі сенің аккаунтың таппай жатыр, міне full taps деп шықты ғой мына жерге комментарияға. Осыны басыңыздар да осы аккаунтқа өтіп алсаңыздар болады. Осы аккаунтқа өтіп қараңыздар. Бізде осы өніммен қазіргі таңда біздің партнерлар өте жақсы айналысып жатыр. Негізі бұл компанияда мынау full taps деген мына өнімін Америкада ең мықты компания шығарады. Бұл бастапқыда мынандай жидкий түрде шыққан бутылкада. Сосын мұны біздің осы BEP компаниясының вице-президенті Дэн Патман екеуі серіктес болып өзіне алған сатылу жағын. Сөйткенде мына водительдерге ыңғайлы болу үшін осындай таблеткадағы түрін шығарған. Анау жидкостен төгіліп кетуі мүмкін. Сөйткенде міне осы таблеткадағы түрін шығарған. Сосын осыны жаңа бір пачкасының өзі бір талай сізге жаңағыдай эконом болады. Бізде Инстаграмда жаңағы жігіттер қарап жатыр. Қарап WhatsAppқа шығып, бізде чат бар. Сол чатқа қосылып алсаңыздар болады. Міне сол жерде алған кісілер осы full taps'те өздерінің нәтижесімен бөлісіп жатады сол чатта. Ол чатта мына full taps KZ деген міне осы страницаға кіріңіздер. Сол жерде WhatsApp номер тұр, соған шықсаңыздар, мен жолдасымның жаңа чатына қосыла аласыздар. Міне осының ішінде мынау Дәурен деген жігіттің мына видеосы бізде рекке шығып кетті. Бағасы 11.000 теңге қолдан алатын болсаңыздар. Ал егер мен тіркеліп компаниядан прямой алам дейтін болсаңыздар, компанияға тіркелуі тегін $127 тіркеліп аласыздар. Қараңыздар, 70.000-ға аласыздар. Мына осындай бір заказдан ол Америкадан келеді. Соған аласыздар да, содан кейін бар мені 11.000-нан сатасыздар. Қалай реклама жасайсыздар? Тура осылай барасыздар. Неге жаңаға заправкаға барасыздар да, міне осы таблетканы көрсетіп тұрып саласыздар. Міне салып жатыр Дәурен. Так. Осылай саласыздар тура. Сөйтесіздер да, тиктогыңыз бар ма, инстаграмыңыз бар ма, статусыңыз бар ма, сол жерлерге сала бересіздер. Міне өзі келеді сізге кісілер. Бастапқыда жан-жағыңыз алып қолдана бастайды. Міне сол кісілердің барлығынан сіздер аласыздар да, осындай отзыв аласыздар. Ассалаумалейкум. Міне осы Дәуреннің видеосы біздегі міне ақылжы Алматы қалажар коллегамның отзывы деп тұр. Осыны салған, сосын жіберген міне мен жолдасына. Біз осыны Инстаграмға салдық. Инстаграмда бұл видео 32.000 просмотр жинап кетті. Міне сол жерден шықты бізге. Хромтаудан, осы Қазақстанның түрлі қалаларынан. Сонымен біз мынаны поштадан салып жібереміз, курьермен жібереміз.
сөйтіп алып қолданып жатыр қазіргі таңда. Барлығының нәтижесі біреу. Жүк көлігі болсын, жеңіл көлік болсын, дизель, газ, барлығы нәтижесі біреу. Мә күшті екен мына өнім. Қара түтін шықпайды. Мәшіне қазір трайт етпейтін болды. Мәшіне Mazda Cronos 92 жылғы. Реакция өте әдемі. Трайт етіп жүрген мәшинесі. Бұрқылдап, тартпай осыны салғаннан кейін күшті жүретін болған мәшинесі. Нәжіріңіздер осыны қосыңыздар, үйлеріңіздегі ұлдарыңызға, жолдастарыңызға алып берсеңіздер, міне олар өздері өйстіп салып жүріп нәтижесін көреді, содан кейін барып жан-жаққа бөлісетін болса, мына өнім бізде енді ғана тренд болып жатыр. Былайша айтқанда, қазір айтқан кезде, қазір бастап кететін болсаңыздар, мынадан өте күшті табыс табуға болады. Күшті жаңағыдай табысқа шығуға болады. Мына бір заказдың өзінен үстінен жақсы қалады. 11 мың теңгеден сатасыздар, 70 мыңға аласыздар, сосын 11 мыңнан сатасыздар. Міне прямой осылай Америкадан келеді. Осындай упакованный Velox деген компания тасымалдайды. Жоқ, бұл бензинге салатын Full Tabs деген мынандай таблеткасы, эко таблетка. Ешқандай зияны жоқ мәшинеге, керісінше мәшинеңіздің тартысы да жақсы болады, жүрісі де жақсы болады. Мына 95 құйып жүрген болсаңыздар, мына таблеткамен смело 92 құя бересіздер. Міне осыны, мына интернет магазинімізден заказ жасаймыз, уже бірнеше адам тіркеліп те алды. Мен де солай алам деп. Жолдасым астынан тіркеліп жатыр өздері. Өздері тіркеліп, мен де сол Америкадан осы интернет магазиннен заказ жасап алам. Өзім салам мәшинеме, одан кейін сатам деп міне. Алып жатқан жігіттер өте көп. Осы былтыр жаз уақытысында мен өзім қатты ауырдым. Сол кезде осы LF8-ді алдым. Мен бірінші осы компанияда осы LF8-ді көрші ападан айналысып жүрген сол кісіден сатып алдым. Сол кісінің нәтижесіне келдім. Содан кейін барып өзім іше бастадым. Міне осы базовый комплексті кеше бір келіншек шығыпты. Сол келіншек өзі онкологиямен ауырады екен, бүйтіп айтып жатыр да, базовый ішіңіз дедім мен сразу. Елефтің өзі де көмектеседі, бірақтан да енді анандай диагноз болғаннан кейін онкология, буын аурулары, опухоль мозга, ауыр диагноздар болғаннан кейін осы базовый өнімнен бастау керек. Осыдан бастап алыңыз десем, ол мына 3 елефке қызығып тұр да, бізде 3 елефке келеді солай. Бізде 3 елеф постоянно міне неде тұрады, акцияда тұрады. Үшеуін аласыз, үшінші елефті жарты бағасын аласыз. Рахмет, ерекенің жолдасым сәттілік тілеп жатыр маған. Осындай 3 елефті міне үшіншісі жарты бағасына келеді. Осын алам дейді, мен айтып жатырмын, базовыйдан бастаңыз, базовый қасып. Сонда нәтижесін тез көресіз деп. Елефтің өзі 700 түрлі аурудың алдын алады, сосын біздің ағзамызға жетіспей жатқан 90 түрлі макро-микро элементтерді береді, витаминдерді барлығын береді. На клеточном уровне біздің организм тіктеле бастайды, иммунитет көтеріле бастайды. Міне сол кезде бұрыннан келе жатқан созылмалы ауруларыңызбен ағзаның өзі күресе бастайды. Бірақ жаңағыдай ауыр диагноздар болатын болса, мына базовыйдан бастап ішкен дұрыс. 3 ай, 6 ай осы өнімді үзбей ішіңіздерші. Менің өзімнің туған әпкем 70 жылғы Гүлжамиля, қазір ол да осы эфирға шығып жүр, осы компанияның серіктесі. Сол 9 ай ішті осы өнімді үзбей, арасында бикардио қосты, дринк ту шринк қосты, детокс шайын қосты. Әпкемде менің хронический панкреатит болған, өтті алдырып тастаған. Базовыйдың бағасы қазіргі таңда $137 тұр магазинде. Тіркелуімен, жолымен, міне осы продукцияны аласыз, $137 тұр. Ал егер магазиніңіз болса, $117 алып аласыздар. Бұл долларды бүгінгі курсқа көбейтесіздер. 505 па, 506 ма болып тұр курс доллары. Соған көбейтсеңіздер теңгедей шығады өзі. Сол кісіге мен кеше айтып жатырмын, осы базовый комплексті ішіңіз. 9 ай ішті менің әпкем. Кешегі жол 9 айдан кейін хронический панкреатит деген диагнозын снимать етіп тастады. По женскому кольпиті болатын, кистасы болатын, грыжасы болатын, эрозивный гастрит болатын. Соның барлығы кетті осы өнімнің арқасында. Болмаса балалар ойлап жүрген, Израильға апарамыз ба, Қытайға апарамыз ба, сөйтіп емдетеміз ба деп, мамаларын Ташкентке апарамыз ба деп. Сол кезде мен айтқан болатынмын. Даже өттегі тасты алмай тұрған кезде, осы өнімді ішсең, өттегі тас пластилин сияқты еріп өзі-ақ түсіп қалады деп. Сол кезде жоқ, мен медицина жолымен ғана емделем, мен қазір дәрі-дәрмек ішіп жүрмін, соны ерітіп түсіреді деп сөйтіп маған сенбей қойған болатын. Содан кейін барып уже система алды, укол алды, неше түрлі дәрі алды, шөп дәрілерді де ішті, жағдайы дұрысталмады. 68 килограммнан 48 килограммға бірақ түсті. Міне айтып жатыр мына жерде біздің партнерлар ғой деймін, күшті энергия береді, жақсы дейді.
Содан ақырында гастроэнтеролог врачына барған кезде врачтың өзі айтыпты, енді ондай күшті врачтарда бар, протокол бойынша емес, былайша да айтатын. Сіз деген клетчатка ішіңіз деп айтты, БАД ішіңіз, витамин ішіңіз, иммунитет түсіп кеткен. Дәрі-дәрмекпен міне асқазаныңыз одан ары міне кетіп бара жатыр, ішектеріңіз 4 ай немен барып жүрген, клизмамен барып жүрген үлкен дәретке. Содан гастроэнтеролог врачтың өзі айтқаннан кейін барып келді, сен клеточный питаниемен айналысасың ғой, енді менің диагнозыма қандайын ішу керек. Сосын мен айттым, мынаны ішесің, анау жасыл тұрған пачек тұр ғой бізде, онкологияның өнімі сол. Соны ішесің, ол да күшті өнім. Осын қосып ішесің. Жаңағы клизмамен барып жүрсең, мына дринк туш шайын ішесің. Өткен айда осы шайге күшті акция болды. Қазір бикардио деген өніміне мына өнімге күшті акция болып тұр. Тіркелуі тегін. 65-66 мың теңгеге 2 пачкасын алып аласыздар. Ата қолдан біз бұны 38 мыңнан сатамыз. Бір пачкасын ішінде 30 жаңағы стик бар. Бір айға жетеді. Сонымен осы өнімнің барлығын қолына ұстап беріп жердім, іше бастады. Уже 15 күннен кейін өздігінен үлкен дәретке бара бастады. Сол кезде сразу хабарласты маған, Жайзи, саған рахмет. Алдымен Алла, одан кейін сен мына өнімдерді ішіп мен дұрыстала бастадым. Бүгін өздігінен үлкен дәретке бардым деп. Ол мына өнімдердің ішінде живые бактерии бар, пробиотики, пребиотики бар. Мына ішектің микрофлорасын қайтадан қалпына келтіреді. Сосын міне осыны ішіп жүрді. Бір айдан кейін уже көлпит, выделение, суд сияқты келетіне. Сәлематсыз ба, Азербайжан? Қалдарыңыз қалай? Қазақша жап жақсы жазады екенсіз ғой. Қазақсыз ба, Азат дейді. Міне осы өнімнің ішінде жаңа пробиотики, пребиотики, живые бактерии бар, гуминовая, фолиевая кислота бар осының ішінде. Рахмет лайктарыңызға. Содан міне осыны ішіп жүріп, жоқ дейді. Жаңағыдай күшті результат алды. Көлпиті кетті, кистасы кетті, грыжасы уже беспокоить етпейтін болды, эрозивный гастриті кетті. Содан кейін бар міне кешегі жол хронический панкреатит деген диагнозын алып тастады. Уже 4 килограммдай салмақ қосып, сестрам кәдімгідей жақсы болып қалды. Содан үйінде бір қой сойып, қан шығарып, бәрімізді Құдай тамаққа шақырды. Балалар да риза болып, мамамызды ан жаққа апарамыз ба, мына жаққа апарамыз ба, рахмет Азат, көп рахмет деп сөйтіп ойлап жүрген, жазылғаннан кейін қуанып кетті барлығы. Сол жерде келген туған туысқандардың бәрі сұрап жатыр, шынымен де сіз осы өнімнен жақсы болдыңыз ба деп. Сенбейді ғой адамдар, өздері ішіп көрмейінше сенбейді. Сол әпкемде менің сенбей 6 ай жүріп қалды. 6 айдың ішінде денсаулығы тіптен төмендеп, жаңағы өттегі тас ұйқы безіне әсер етіп, приступ бере бастағаннан кейін өтті алдырып тастады таспен бірге. Міне сол кезде осы хронический панкреатит деген диагнозды қосып алды. Содан барлығы сұрап, действительно осы өнімнен жазылдым деді. Өз үлкен жездеміз біздің медик, сол кісі анализін бәрін қаратты, действительно барлығы күшті екен. Эфирге шығып жүр, әпкем шығып жүр, Гүлжамиля Тулешева деген. Сол кісі міне 6-7 ай өзі ішіп жүрді, одан кейін барып, қой Жайзи, мен де осы компанияда жұмыс жасайын. Өнімдер действительно маған көмектесті ғой. Енді мен бала шағама салмақ салмайын, табыс табайын, осы өнімдерімді, хотя бы өзім ішіп отыратын өнімдерімді өзім тегін ішейін деп компанияға кіріп, міне эфирға шығып, қазіргі таңда жұмыс жасап жүр. Ұзынағашта тұрады. Ұзынағаштағылар барып уже менің әпкемнен ала бастады. Уже жұмыс істей бастады. Осы айда 3-3 жапты, $300 айлыққа шықты. Сосын жаңа мына компанияның дәрі емес, бұл клеточный питание, бұл БАД емес, жай ғана витамин емес, бұл біздің жасушаларымыздың қорегі. Біз деген өзіміз триллиондаған клеткалардан тұрамыз. Негізі раковый клетка біз туыласағандағы болады біздің организмде. Ол просто кейін өршіп кетеді. Неге адамдар онкологиямен, ракпен ауырып қалады? Оны мына ағылшын ғалымдары зерттеген кезде Elf8 деген легендарный өнімі ғой. Мынаны қарасаңыздар интернеттен, Google-ға кіріп қарасаңыздар, B-Epic продукция, B-Epic отзывы деп. Даже мына жерде менде мына алдында тұрған неде тұр, инстаграмда, ютубымда, қайырлы таң Маржан ханым, денсаулық әлемі деген сол жерге кірсеңіздер, мына өнімдер туралы ақпарат өте көп. Elf8, Содан жаңағы туған туысқандар ақырында басқа әпкелерім де іше бастады. Қаладағы Күләш деген әпкем іше бастады. Жаңа медик жездем, сенбейтін скептик. Сол кісінің өзі сеніп, мына өнім деген действительно жұмыс жасайды екен ғой, действительно жақсы екен ғой деп. Үлкен әпкем уже отбасымен ішіп жатыр. Одан кейінгі әпкем, ол да мына Рахатта жаңа печенье шығаратын жер бар ғой, сол жерде жұмыс істейді. Таңертеңнен кешке дейін аяқтан тік тұрып жұмыс істейді. Белім ауырады, аяқтарым ауырады деп сөйткен. Оған мен пластерін берген. Пластерін күшті екен дейді. Пластыры да бар бізде. Қазіргі таңда Оливия деген пластыры тұр. Несі бар?
жаңағы ішінде квантовый энергиясы бар тұр. Ана пластырымыз, ақ пластырымыз ол бітіп қалды уже. Мынадай да пластыры болған. Арзан түрі бұл. Бұл екеуінде бағасы сондай болған, кейін бізге акциямен берді ғой. Мына пластырда күшті жұмыс жасайды негізі. Осының жаңағы квантовый энергиясы бар. Сонысы тұр қазір таңда магазинде. Аяқтарыңыз, буындарыңыз қақсап ауырады ма? Жабыстырып қоясыздар. Сіз қозғалған сайын мынау регенерация клеток жасайды да қыздырады адамның денесін. Одан кейін барып мынау балаларға да жабыстырып қойсаңыздар болады. Балаларға мына телефон, компьютер көп қарайды ғой қазіргі таңда біздің балалар. Міне 4-ке бөлесіздер, бірталай уақытқа жетеді. 4-ке бөліп, мына жеріне, арқасына жабыстырып қоятын болсаңыздар, жаңағы радиацияны өзіне сорып алады. Мен өзім де көп қолданам. Аяқтарыңыз, бір жерлеріңіз қақсап ауырды ма, бірден әсер етеді. Бұл клеточный питаниенің ең жақсы, ұзақ уақыт күтпейсіздер, нәтижесін ұзақ уақыт күттірмейді, бірден әсер ете бастайды. Бір капсуланы бастапқыда 3-ке бөліп ішесіздер. 3-ке бөліп ішкеннің өзінде 15 минуттан кейін уже міне жазып жатыр ғой мына жерде ішіп жүрген кісілер, сразу энергия береді. Күш қуатыңыз арта түседі. Усталость деген білмес, бізде Гүлнар деген апай бар, үлкен кісі ол да. Ол кісіде келген кезде мына елефті алған менен сатып алды, курьермен салып жердім. Сосын айтады, аяқтарым ауыратын, постоянно жаңағыдай усталость болатын дейді. Осыны ішкелі аяқтарым ауырмайды, өзімді жақсы сезінем, күшті жүріп дейді. Сол кісінің жолдасының сол буындары, аяқтары ауырады екен. Қазір көп осындай спроспен келеді. Буыным ауырады, мен кук-артроз деген нәрсені осы бірінші рет естідім осы компанияға келген кезде. Кук-артроз болады екен, гон-артроз болады екен, артрит, артроз, полиартрит, міне буын сүйек ауырғандардың сондай өте көп диагнозы болады екен. Сондай диагнозбен келген кісілер қаншама. Міне сол кісілерде бастапқыда ақшасын айтты, елефтен іше берейін дейді. Біз айтамыз ғой, 700 түрлі аурудың алдын алады деп. Зоб, узловой, жировой гепатоз, зоб, щитовидкаға міне жировой гепатоз, міне осы базовый комплексті ішесіздер. Одан кейін мынаны қосыңыздар. Дринк ту шринк, бұл өтті, бауырды, желчті барлығын тазалайды мына өнімі. Дринк ту шринк деген шай. Міне қазір мен өзім ішіп отырмын осы өнімді. Жоқ, мен Алматыдамын. Алматыда тұрам, Шымкентте партнерлар бар, Ақерке бар бізде Шымкентте, Жетісайда Болсынай бар, Толғанай бар. Сондықтан да мына жерде телефон көрініп тұр ма? Осы телефон WhatsApp-қа шықсаңыздар, нөмірлерін берем, барып өздерімен кездесіп, сөйлесіп, өздеріне консультация алып алсаңыздар болады. Консультация, ақпарат деген бізде бесплатно. Міне осы өнімі өткен айда күшті сондай немен тұрды. Акциямен тұрды. Drink to shrink, pay и худей деген. Бірақ бұл өнім тек қана арықтауға ғана арналмаған. Бұл мына біздің ішектің қыртысында, асқазанда, түктерінде тұрып қалған міне каловые массы, каловые камни соның барлығын шығарады. Одан кейін бауырды тазалайды, өтті, желчті тазалайды. Міне осыны зобқа, міне мынанше Замзагүл деген бізде келіншек бар, зоб щитовидкамен ауырып деген. Сол бір жылдан аса уақыт болды ішіп жүргеніне. Қазір мүлде сонысы беспокоить етпейді. Сол нелері зобпен бізде көп кісілер, менде командада. Сондықтан да тек қана елефті емес, міне базовый комплексін ашыңыздар. Елеф міне жаңағыдай күш қуат береді, 700 аурудың алдын алады. Бұның құрамында 4 түрлі емдік саңырауқұлақ бар, чага бар, радиола розовая бар, кардицепс бар. Сол Замзагүл кардицепс болғаны үшін ғана елефті алған екен бастапқыда. Замзаның қызында судорогасы болатын постоянно, жаңағыдай ісік болды ода. Бағасы 30 000 теңге, міне екеуі 45 000 теңге. Бөліп төлеуге мүмкіндік бар, рассрочка бар. Содан осы елефті естейді тиктоктан, құрамында кардицепс бар. Кардицепс деген грибы мынау Америкада, шетелде өте қымбат сатылады. Мынау Кореяда не үшін долгожительдер өте көп. Саламатсыздар ма? Ол кісілер міне осы жаңағы кардицепс грибыйды жейді. Сосын радиола розовая бар. Радиола розоваяны бұрында біздің ата-бабаларымыз міне емдік шөп ретінде қайнатып ішкен соны. Сол бар, міне уды қайтарады дейді ғой. Пей и худейдің составында, бұның составында міне витаминдері бар, витамин D бар, 250 миллиграмм, кальций бар бұның құрамында. Содан кейін міне белок бар құрамында. Калориясы 10 ғана. Міне қиналмай ешқандай организмді жаңағыдай зорықтырмай осы drink to shrinkпен жақсы салмақтастырсаңыздар болады. Ол бізде оның барлығы май емес, бізде ісік болады, артық сулар болады, сары сулар болады. Одан кейін жаңағы ішек қыртысында тұрып қалған нәжіс болады, қалып қалған нәрсе, токсин, шлак. Міне соның барлығын айдап шығарған кезде сіз өзіңізді бір
күшті вес тастағандай сезінесіз, сол жирді жигайт етпейді бұл. Бұл біздің іш құрылысымызды керемет күшті тазалайды. Міне содан кейін барып сіз салмақ тастай бастайсыз. Бетіңіз барлығы жиырыла бастайды. Мына тері жиырылады. Мына өнімдерден мына біздің мына салбыраған мынаның барлығы жиырыла бастайды. Соны көрген адамдар сізді саламатсыз ба, Клара ханым? Көрген адамдар ойлайды сізді. Мә күшті салмақ тастап жатсың, диета ұстап жүрсің ба деп. На самом деле мына өнімдер. Рахмет, Клара ханым, өзіңіз қалайсыз? Осы өнімдер біздің организмді полностью жаңағыдай детоксикация жасайды. Құртқа дейін шығады. Қанға өтіп кеткен құрт. Мен 1 жылдан аса уақыт болды ішіп жүргеніме. Жолдасым да ішеді, өзім де ішем, бала шағамыз да ішеді. 1 жылдан аса мен қалай осы биепикке келдім. Біз уже аптекадан дәрі-дәрмек, укол деген нәрсе сатып алмайтын болдық. Мен де осыны тыңдаған кезде мен күлкім келетін, қалай ол мынаны ішіп жүріп, қалай ол дәрі-дәрмек сатып алмайды аптекадан деп. Өйткені мен жылда қалай күз уақытысы келеді, мен сразу жаңағы цефтракционы, лидокаин, аспирин, парацетамол соның барлығын алып қоятын. Өйткені қысқа қарай балалар уже грипповать ете бастайды, біреусі ауырса екіншісі ауырады. Ал қазір біз мүлде аптеканың дәрісін, бізде оның қорабы бұрыннан бері бос тұр. Мына иммунокод деген өнімі, менде мини-склад бар, өнімнің барлығы бар менде. Осы комнатам менің мини-склад. Осы иммунокод деген өнімі ішінде 90 капсула. Күнде 1 капсуладан берем. Қыс қалай келеді, күн қалай суыта бастайды, күнде 1 капсуладан өзімізде ішеміз, балаларға да беріп қоям. Постоянно иммунитет көтеріліп жүреді. Сосын ауада қалқып жүрген кез келген вирус деген нәрселер балаңызға жұға бермейді. Өзіңіз мына байқайсыз ғой, тамағыңыз жыбырлап, мұрныңыз пышылдап, осы мен ауырайын деп жатырмау деген кезде, керемет өнім, күшті өнім. Міне ішіп жүрген адамдар бұның құндылығын біледі. Ішпеген адамдар, мысалға мынаның өзін кеше біз мына пул табысты инстаграмға салдық қой, рекке шығып кетті. Сонда бір жас балалар ғой күліп жіберіпті. Осыған сенетін қандай ауру адам деп. 2022 жылдан бері міне бізде Қазақстанда просто бұның жарнамасы дұрыс болмағанда, сондықтан да көпшілігі білмеген. Соны мен спокойно жауап бердім. Бұны қаржылай сауатты, мынау көкірек ашық, көзі ояу, 21 ғасырда өмір сүріп жүрген адамдар міне уже алып қолданып жатыр. Даже жап-жақсы табыс та тауып жатыр. Бір аптада 400, 500, 600 мыңға дейін табуға болады мына өніммен. Тек қана дұрыс жарнамалай білсеңіз, дұрыс жеткізе білсеңіз. Содан сол жаңағы инстаграмдағы кісілер біздің жаңа чатымызға қосылып, алып, өздері қолданып көріп жатыр. Сондықтан да қолданбай жатып, ішпей жатып, жемей жатып, бірдеңе деуге болмайды. Сол кезде мен де сөйтіп ойлаған басында. Енді менде жаңа шаш түсіп қалды. Мен өзім жазушы болғаннан кейін 5 жыл шығармашылықпен айналыстым. Түнімен отырып кітап жазатын. Менің табысым сол кезде сол болатын. Онлайнда міне 6-7 жылма онлайнда жұмыс жасап отырғаныма. Болмаса өзім филологпын, қазақ тілі әдебиеті, ағылшын тілінің мұғаліммін. Мектепке барып істесем де болады. Мектепте мысалы қазір мұғалімдер жап-жақсы айлық алады. Бұрынғыдай емес. Бірақтан да менің ана балаларым кішкентай болғаннан кейін бірінен кейін бірі бастауышқа барды. Соны үйде маған солардың сабағын қарап отыру керек болды. Мен сол кезде мен осы шығармашылықпен айналыса бастадым. Өзімнің курсымды саттым, жазушы болғым келеді. ютубты нөлден бастап үйрену деген курстарым сататынмын. Сосын жаңа 100 кітап шығардым емші туралы. Сол кітабымды саттым. Барлығы инстаграм арқылы, ютуб пен инстаграм арқылы. Сосын бір каналым монетизацияға шыққан, өжде аудио кітап оқитынмын. Сол просмотр үшін ютуб маған ақша төлейтін. Міне соның барлығын жасап жүр. Бір жағынан балам кішкентай, өгіз 2019 жылы туылған балам. Бір қолымен бесік тербетіп отыратын, бір қолымен мен өмірден алынған оқиғаларды жазатынмын. Сөйтіп жүріп 5 жылда менің жаңағы шашым түсе бастады, көздің көру қабілеті мүлде төмендеп кетті. Сол көзіме катаракта шыға бастады. Мына бетімнің барлығын пигменттің пятна бір қара дақтар қаптап кетті. Дақ неге шығады адамның бетіне? Ол мына бізде бауыр ауырғаннан бауыр сигнал бере бастайды екен. Міне бауырда сезімталдық өте төмен болғандықтан біз бауырымыз ауырып жүргенін білмей де қалады екенбіз. Уже хронически ауыра бастайды ғой, сол кезде міне бетіңе дақтар қаптай бастайды екен. Біз өйтіп оған мән бермейміз, не істейміз? Аламыз да қымбат кремді, косметиканы қолдана бастаймыз, маскаларын жаға бастаймыз, неше түрлі компанияның. Оның барлығы іш құрылыстан екен. Сау теріге негізі безеу шықпайды деп айтып жатады ғой. Іш құрылысыңызда бірдеңе дұрыс болмаған кезде мен бетке шығады. Мен жеңгем бетінің барлығы өткенде қарасам, сондай бірдеңелер басып кетті. Угри сияқты, дақ сияқты. Сонымен айтады, мен бетім соңғы кезде осындай болып жүр. Сосын мен айттым, сенің бетің саламатсыз ба, Напиха ханым? Іш құрылысыңда бірдеңе дұрыс емес.
көзіңізде шел болатын болса, міне мына дропство деген өнімі бар. Мен осы өнім магазинде тұратын, мен бұған мән бермейтінмін. Кейін Украинадан бір үлкен апа айтты, осыны көзге тамызса күшті, керемет. Ол кісіде глаукома болған екен. Сондай күшті нәтиже алдым, очкиімді тастадым. Одан кейін осы өнім мына терідегі жараларға да жақсы дегеннен кейін мен сразу осы өнімге акция жүріп жатты, алып алдым. Дропство, оттегі қазақша. Алдым да міне көзге тамыза бастадым. Көрші келіншек те алды, менде көзінде жаңағыдай пленка пайда болған. Сол кісі айтқаннан кейін мен осын сол акциямен алып алдым. Печень ауырады дейді. Печень ауырса, міне жаңа дринк ту шринк бар ғой, осыны мына базовый, осымен комплексін ішіңіздер. Содан алып тамыза бастадым. Көздің көру қабілеті дұрысталды. Сосын жаңа катаракта кете бастады. Мына көрші келіншекте де міне осыны өзі де қызы да тамызып жүр. Жазира ертерек көрмедім дейді. Мен өзі былай күнде шығам деп ойлаймын да. Міне мына дропство эфирға. Содан жаңағы мен басқа жұмыстарым көбейіп кетеді. Именно осы, мына бағасы 28 мың теңге. Бірталай неге жетеді? Бірталай уақытқа жетеді. Рахмет, Әділ мырза, көп-көп рахмет. Бір кісі келем деген ғой өнімге. Сонымен ворота тықылдап кетті. Сол кісі кеп қалды ма деп жүгіріп барып келгем ғой. Үйден келіп алып кетеді осы өнімдерді. Менде сондай болды. Содан кейін бар мен не істесем болады екен, бір система алсам бекен, бір санаторийға барсам бекен, емделсем бекен. Менде шаш түскен кезде мына артынан, особенно арты, үш жерінен ойлы-бойлы түсіп қалды. Кәдімгідей мына құйқам көрініп тұрды. Сосын мына маңлайым бүйтіп ашыла бастады. 80 жылға әпкем мені көрген кезде айтады ғой, мә немене таз болып баратсың ба деп. Дошылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады дегендей. Немене болып кеткесің деп. Ұйқы безге қайсы дұрыс дейді. Міне мына өнімшестер қазір түсіндіріп айтып береме. Сосын барып осы өнімді мен жаңағы көршіден көрдім ғой, көрші ападан. Сөйтіп сол кісіден барып сатып алдым, ойланбай сатып алдым. Мына осыны іштет. Сосын балаларға осы элефтің тәтті түрін сатып алдым. Сөйтіп бәріміз алып іше бастадық. Элеф сразу маған энергия бере бастады. Баяғы хроническая усталость деген кетті. Мен қанша ұйықтасам да таңертең тұрсам басым ауырып осы шаршап тұратынмын. Әйтеуір амал жоқ, ілініп салынып жүре бересің. Содан сразу маған энергия берді. Сосын кешке қарай мына Accelerate Restore мен Sleep іштім. Accelerate Restore, Restore дегеніміз ағылшын тілінен аударғанда бұл детокс. Бұл біздің іш құрылысымыздың барлығын тазалайды. Жаңағы организмдегі токсин бар ма, шлак бар ма? Иә, солай болатын менде. Қазір енді олай емес. Таңертең тұрдым, міне элефтің бір капсуласын шайнап жеп алдым сумен. Болды. Сол сізге күні бойына энергия береді. Бұның құрамында енді барлығы натуральный ғой, сублимациядан өткен, мұздатып, кептіріп, мынау Америкада нанотехнологиялармен осы бір капсуланың ішіне салып қойған. Бір капсуланың ішінде рахмет, Ереке, көп-көп рахмет. Бір капсуланың ішінде 30 килограмм жеміс-жидек пен көкөністің сығындысы бар. Өздеріңіз ойлаңыздар, өзінде 12 түрлі витамин бар, и плюс бағанағы 30 килограмм жеміс-жидек пен көкөністің сығындысы бар. Олардың да барлығында А, В, С, Д, міне артында қарасаңыздар, бүткіл витамин осының ішінде жинақталған екен. Бұл біздің міне клеткаларымызға питание береді. 25 жылға дейін тұра береді. Сублимациядан өткен продукт мынаның ішіндегі өзінің құнарлығын жоғалтпай 25 жылға дейін тұра береді. Бұл даже мынау қатып қалған элефтің қатып қалған элефті де жесеңіздер, кәдімгідей ол көмектеседі адамға. Осыны ішесіздер таңертең, кешке қарай міне Accelerate Restore, міне дропство деген өнім бар, қазір бізде скидкада тұр бұл өнім. Restore'ды ішесіздер, фиолетовый. Мынаны көп кісі түсінбейді екен. Алады да, екеуін алады да, бірден ішіп алады. Олай негізі дұрыс емес. Ол кейбір кісілерді кислотность көбейтіп жібереді, асқазан ғыжылдатады. Сондықтан да кешке тамақ ішіп болғаннан кейін тамағым сіңді-ау деген уақытта мына фиолетовыйын ішесіздер. Ресторда. Бұның да құрамында жаңа пробиотики, пребиотики бар. Сосын живые бактерии бар. Живые бактерии мына біздің асқазан түктерінде, ішектің слизистой оболочкасында тұрып қалған жаман бактериялардың барлығын өлтіреді. Сосын детоксикация жасайды организм. Ал гуминовая кислота ол біздің организмде жаңа туыла салып болады ғой, раковый клеткалар, сол клеткаларды оболочка сияқты қоршап алады да, ананы жаңағыдай қуратып жібереді. Сөйтіп организмнен шығарып жібереді. Даже онкологиямен ауыратын адамдар мені Ресторды 2 капсуладан ішсе де болады.
сөйтіп міне организмнен шығарып жібереді. Өзі раковый клеткалар немен қоректенеді? Олар біздің организмдегі токсинмен, шлакпен, құрттармен міне уланған организмді жақсы көреді. Қай кезде ол өшіп кетеді? Сіз бір қатты стресске, депрессияға түскен кезде, болмаса иммунитетіңіз төмендеп кеткен кезде адам онкологиямен ауырып қалады, даже байқамай қалады. Екінші, үшінші стадиясына кетіп қалады уже. Бізде қалай емдейді онкологияны? Только химия болды. Оны химияны біреу көтереді, біреу көтере алмайды. Сондықтан да мына өнімдерді онкологтар протокол бойынша емдейді. Олар айтады, В витамині болмайды, мүлде болмайды онкобольнойларға деп. Енді В витамині болмаса олар жазылмайды ғой. Химия алғаннан кейін бүткіл организм кетеді уже. Организм деген, ол деген химия деген жеп қояды ғой іштей. Сондықтан да міне мына өнімі солай жұмыс істейді. Сіздің күні бойы ішіп жегеніңіз, сіз ұйықтап жатқан кезде керегін организмге сіңіріп, керек емесін барлығын шығарады. Неге екеуін біз егіз өнім деп айтамыз? Екеуі бір-бірін дополнять етіп жұмыс жасайды. Accelerated sleep міне менің ең жақсы көретін өнімім осы. Кальцийге бай, ішінде кальций көп, мелатонин бар ішінде. Бұл біздің жүйке жүйемізді дұрыстайды. Мына стрессте, депрессияда жүрген адамдар, хроническая усталость болып шаршап жүрген адамдар мына өнімді ішесіздер, терең ұйқыға кетесіздер. Глубокий сон дейді ғой, терең ұйқыға кетесіздер. Мида демалады сол кезде. Әйтпесе біздің ми деген 24/7 жұмыс істеп тұра береді. Даже ұйықтап жатсаңыз да бір түстер көресіз, бастырыласыз ғой. Соның барлығы күндіз болған оқиғалардың салдары. Соны ми айландырып жатады пленка сияқты. Мына өніммен мида ұйқыға кетеді. Терең ұйқыға енесіздер, мелатонин гормоны бөлінеді, сосын құрамында кальций өте бай, жүйкеңіз тынышталады. Мына шизофрениямен ауырған бізде кісілер бар. Сол кісілердің нәтижесі бар міне. Шизофрениктер, олар жаңағы ұйықтамайтын адамдар, өзі сау адамның өзі 15 сутка ұйықтамайтын болса, ол адамның өзі шизофренияға шалдығады екен. Сондықтан да міне мына өнімі соған өте жақсы көмектеседі. Міне үстіп комплексіне ішкен кезде адамға тез әсер ете бастайды. Тез әсер етеді. Сондықтан да мен айтам ғой, құр елефке қызықпаңыздар, елеф те көмектеседі, бірақ бұны долго ішесіздер. 6 ай ішуіңіз керек, содан кейін бар міне жаңағыдай ауыр диагноздарға содан кейін бар көмектесе бастайды. Осылай ішесіздер комплексіне, сол кезде бұл бірінші айда күшті нәтиже береді. Маған 2 аптада сондай күшті нәтиже берген. Бастапқыда бұл обострение береді. Кішкене неге обострение береді? Өйткені бізде бойымызда бірнеше ауруымыз болады. Мен қазір 43-темін. 43-те болғанның өзінде де менде де бірнеше хронический нем болды. Диагноздарым болды жаңағы. Бауыр ауырды, гайморит болды менде. Сосын соңғы кездер мен шашым түсіп, организмге витаминдер жетіспейді. 3 рет кесаревамен босанғам. Оның салдары да шыға бастады 40-тан асқаннан кейін. Мына өнім мені 2 күн ұйықтатты. Солай обострение берді. Сол кезде мен айтқам скорш апаға, мына өніміңіз мені вообще жатқызып тастады ғой, тұра алмай қалдым деген кезде сенде обострение болып жатыр. Шебер ары қарай жалғастырып деді. Сен дұрыс ұйықтамай жүргенсің, мен сені білем. Түнімен ұйықтамайтынсың, светің жанып тұратын. Сол кездерде бізде интернет дұрыстамайтын. Сонда мен түнге қарай жазатын. Кітап жазған кезде де мен 3 ай сұраққа алам, белгілі бір сұраққа 3 айда бітіріп берем деп. Соны мен күндіз-түні отыратын. Міне содан да организм менде зорығып кеткен.